Алкоголь мен спирттің заңсыз айналымы ел экономикасына айтарлықтай залал келтіруде. Және тұрғындардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруде. Жасырын цехтарда антисанитарлық жағдайда дайындалған алкогольдің тағы адам өміріне қандай қаупі бар? Анықтаймын. Заңсыз алкоголь өндірісі көлеңкелі бизнесте айтарлықтай орын алады. Сондықтан Қазақстанда алкоголь өніміне акцизерден түсімдер 2 есеге дейін ұлғайтылды. Өткен жылы рұқсат құжаттары жоқ 829,2 мың литр заңсыз өнім айналымға алынған. Біздің Қазақстанымыздың бір жылдық бюджеті 21 триллион. Полный денсаулық сақтау, білім, соңы қорғанысқа 1 триллион бөлдік мысалға да қазіргі уақытта. Бізге де байрақтар сатып алу керек деген сияқты. Дәрігерлерге жаңағы бүкіл қызмет көрсету, арнайы әлеуметтік төлемдер, мүгедектер деген сияқты. Барлық шығындардың бәрін алып қарағанда 21 триллион. Сонда бүкіл Қазақстанның бір жылдық бюджеті қазір көлеңкеде жүр деп айтуға болады. Сондықтан бұл ел экономикасы үшін ешқандай жақсылық алып келмейді. Егер көлеңкелі экономика көлемі өсе беретін болса, онда ол экономиканы тек қана артқа тартады, елдің ұлттық экономикалық қауіпсіздігіне үлкен нұқсан келтіреді, және де болашағы елдің үлкен бұлыңғыр. Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті негізгі бағыттарының бірі ол көлеңкелі экономикалық қылмыстар бойынша фактілерін анықтап, және соның алдын алумен айналысады. Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінен 2022 жылы спирттік өнімдерді заңсыз айналым бойынша 13 қылмыстық іс тіркелді. Алматы қаласы аумағында спирттік өнімдерді жасап келген 9 астыртын цехтың жұмысы анықталып тоқтатылды. Заңсыз айналымнан 600 мыңнан аса бөтелке спирттік өнім, 10 мыңнан аса жалған акциздік маркалы тәркіленді. Жалпы Алматы қаласына келсек, астыртын цехтар қаланың шет жағында, аудандарда, үй-жайында немесе қоймаларда спирттік өнімдерді өндіріп, қаланың шетіне орналасқан кішігірім дүкендері нарықтан төмен бағада сатылымда тұрады. Елімізде 2022 жылы алкоголь өнімдерін дайындайтын 44 жасырын цехтың жұмысы тоқтатылды. Бұл көлеңкелі экономика деңгейінің төмендеуіне оң әсер етті дейді мамандар. Департаментпен ескертулер әрине жасалынады. Одан ескертуге ешқандай әрекет жасамаған, яғни тыңдаусыз қалған ескертулер бойынша қылмыс іс-әрекеттер болып жатқан жағдайда қылмыстық іс қозғалып, сол бойынша жедел уәкілдермен фактылар бойынша жұмыс жасалынады. Всем известно, что реализация самопальной алкогольной продукции. Заңсыз спирттік өнім өндірумен айналысу заңмен қудаланатын жағдай екені бәріне белгілі. Біз бұл мәселенің астарында жаппай улану жатқанын аңғаруымыз қажет. Денсаулық ең қымбат байлығымыз. Сондай-ақ көлеңкелі экономиканың өрісін кеңейтеді. Мұның салдары бәрімізді шарпитыны рас. Антисанитарлық жағдайда өндірілген өнімдер адам денсаулығына анағұрлым қауіпті деп дәрігерлер дабыл қағуда. Жалпы алкоголь өнімдерінің өзі бұл ми клеткаларын, нейрондарды өлтіреді. Бұл лицензиясы болған тағдырда да алкоголь өнімдері біріншіден ми клеткалары, одан кейін асқазан, бауыр өнімдерін барлығын жұмыс жасауына кері әсерін тигізеді. Бізде енді заңсызды айтатын болсақ, бұл жерде біз ешқандай лицензиясы өткендіктен ешкім білмейді оның қанша дәрежеде спиртнойдың проценттік үлесін, оның неден жасалынып жатқанын. Сол үшін Мейро-Вейса деген синдром бар. Көбінесе осы заңсыз жасалынған алкоголь өнімдерінен пайда болатын, ішімдіктерді қабылдағаннан пайда болатын синдром. Бұл синдромда асқазаннан қан кету. Көбінесе мысал үшін енді айтпай-ақ қойын, өте арзан өнімдерді алады, ақшасы жоқ алкогольге тәуелді адамдар. Ол арзан өнімдердің ешқандай сертификаттан өткен ба, өтпеген ба, ол заңды ма, заңсыз ба, оларға ешқандай маңызды емес. Ең бастысы өзіне қажетті алкогольді қабылдау болады да, сосын аяқ жағында өлгенін естіп жатамыз. Өткен жылы 1,5 миллион бөтелке контрафактілі алкоголь айналымнан алынған. Ат төбеліндей қазақ үшін миллиондаған бөтелке көп емес пе? Тақырыпқа тереңдеген сайын бұл сұрақты қайта-қайта қайталай бересің.
біз бұл өнімдердің жасалғанын, неден жасалғанын білмейміз. Және ол қанға түскеннен кейін бізде ұғым бар, гипоксия деген, яғни кислородтың жетіспеуі. Қан құрамында жалпы гемоглобин адамның бүкіл денесіне, периферияға кислородты жеткізеді. Ал бұл токсиндер жаңағы заңсыз жасалынған химия болсын, ол не болсын, қанға түскеннен кейін кислородтың мөлшерін азайтып тастайды да, миға жеткіліксіз қалыпты жағдайдағы оттегі жетіспейді. Яғни гипоксияға ұшырайды. Гипоксияға ұшыраған науқаста бірінші көгере бастайды, цианоз болады. Одан кейін ол жерде кислород болмағаннан кейін орталық жүйесінен жүрекке сигнал келеді, бізге кислород жетіспей жатыр деп. Сол үшін давление көтеріледі тағын. Даже давление не только обычное 170 кризге дейін келеді. 200-ден жоғары болады. Сосын капиллярлар, яғни сосудтар жарылады. Мидың өйткені жаңа қатты спазмнан. Сосын салдарынан геморрагический инсульт болуы мүмкін, немесе ишемический инсульт болуы мүмкін. Сонымен науқас салданып қалады. Бұл жаңағы біз түсінбейтін химиялардан жасап жатқан, біз білмейтін химиялардан жасалып жатқан өнімдерді айтып жатырмын жаңағы. Кез келген заңсыз әрекет үшін жаза күтіп тұрғанын ұмытпаған абзал. Заңсыз алкоголь өнімдерін өндіру және сату бойынша Қазақстан Республикасында әкімшілік және қылмыстық жазалар қолданылған. Яғни әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің 463 бабы бойынша, яғни алкоголь өнімдерін дүкендерде, сондай-ақ сату органдарында заңсыз, яғни лицензиясыз сатқан тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, сондай-ақ жаңағы заңды тұлғаларға жауапкершілік көзделген. Ал қылмыстық кодекс бойынша 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Яғни бөлшектеп алкоголь өнімдерін бөлшектеп заңсыз өндіріске, яғни қолдануға жіберген жаңағы азаматтарды сондай жауапкершілік көзделген. Яғни алкоголь өнімдерін ешқандай рұқсатсыз, ешқандай келісімсіз азаматтар жаңағы айтамыз ғой, белгіленбеген орындарда жаңағы ешқандай талап орындамай өндіріп жаңағы сатқан болып табылады. Яғни бұл бойынша қылмыстық кодекстің осы 214 бабы қолданылады. Бұл қылмыстық қудалау орындарымен жүреді, ары қарай жаңағы іс сотқа жолданатын болады. Жалпы біз білуіміз керек, ішімдіктің бүкіл адамның ағзасына зиян екен. Өйткені бұл токсиннің неден жасалынады? Бактериядан жасалынады. Бактерия, вирус деген нәрсе бұл біздің дұшпанымыз, денеміздің. Клеткаларды өлтіреді, бауырда циррозға алып келеді. Сонымен қатар жаңағы параличтер көптеген. Панкреатит, холецистит, ол 100% ұзақ уақыт ішімдік қабылдайтын адамда 100% диагнозды көрмей қоюға болады. Өйткені бұл бірден бір асқазан асты безінің жауы бұл ішімдіктер. Сондықтан да мен айтарым, бұл нәрседен мүлдем аулақ болу керек. Кәсіпкерлерге алкогольдің пайдасы бар шығар, ал қоғамға зияны көп. Ауыр қылмыстардың барлығы дерлік ішімдіктің әсерінен жасалынатыны белгілі. Осымен біздің бағдарлама тәмам. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.